Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін міне Америкаға келіп жұмыс істеудің, тұрудың, ешқандай шектеусіз ары бері көшіп жүрудің а, ең оңай және тегін жолын айтқым келіп тұр. Тегін деп айтатыным осыны қалай толтыру керек екенін мен сіздермен бөлісемін. Осы видеоны қарап отырып, ешкімнен көмек сұрамай-ақ, ешкімге ақша бермей-ақ осыны толтыра аласыздар. Және егер бұл бір жылдан кейін лотереяның нәтижесі шыққан кезде сіздер ұтып алған болсаңыздар, әрине төленетін біраз ақшалар бар. Жаңағы денсаулық үшін, яғни справка үшін, басқа үшін азын аулақ ақша төлейсіздер. Бірақ айтпақшы болғаным, соған дейінгі уақыты тегін болады. Тапсыруы тегін деп айтпақшымын. Сондай бір мүмкіндік бар. Қазір міне осы грин картаны қалай алумен бөліспекпін. Грин картаны алуға, Америкаға келуге, жұмыс істеуге, ақшаны қырып табуға, қыдырып жүруге қаласаңыздар, бұны алғаннан кейін 5 жылдан кейін Американың азаматтығын алғыңыз келсе, қысқасы көп шектеу жоқ. Мынау грин карта мен паспорттың арасында айтарлықтай үлкен айырмашылық жоқ. Бұл жерде білмеймін, тек сайлауға қатыса алмайсыздар. Егер ұтып алған жағдайда сізге Қазақстанда жүрген жеріңізден шақырып алып осындай иммиграционный виза береді. Визаны алғаннан кейін Америка территориясына өткеннен кейін бір айдың ішінде артыңыздан осыны почтамен салып жібереді. Сөйтіп грин карт сізді өзі іздеп тауып алады. Грин карта деген міне мынау. Осыны ұтып алған болсаңыз, бала шағаңыз, әйеліңіз барлығын отбасыңызбен көшіп келесіз, балаларыңыз осында тегін оқиды, университетке түседі, яғни ары қарай Америкада қаласыздар. Сондай мүмкіндік бар. Енді осы грин картаға тапсырыңыздар. Қайталап айтамын, ешкімге ақша төлеудің керегі жоқ. Барлығын өздеріңіз істей аласыздар. Себебі бұны жазып отырған себебім де маған осыны көрсетіп берші, түсіріп, толтырып берші, ақшаңызды берейік деген адамдар бар. Мен енді елдің барлығына толтырып беріп отыратын уақытым жоқ. Одан да осындай видео жазуға бел байладым. Видеоны мен бір рет жазып шықсам, ертең қаншама адам осының қызығын көреді. Осы арқылы грин карта алып кетсе, нұр үстіне нұр болады. Сондықтан да кеттік, көп созбай қалай толтыратынын бастайық. Сіздер қазір қатысатын DV 2025, яғни DV 2025-ке қатысырсыздар. Registration period дейді. Қазір міне қазан айының 4-і басталды, және 7-сі бітеді. Яғни 7-сі жаңағы келесі ай, қараша айдың 7-сі бұл тіркелу аяқталады. Осы орталықта сіздерге тапсырып үлгеру керек. Яғни тапсыру үшін сіздерден бар керегі сурет қана, басқа ештеңе керек емес. Және аттарыңызды, егер қолдарыңызда паспорт болса жақсы, паспорт болмаған жағдайда онда жеке куәлік бар ғой, удостоверение, соның артында ағылшынша қалай жазылған, дәл сонымен бірдей жазу керек. Атыңыз сәйкес келмесе, онда сізге интервью кезінде виза бермей қоюы мүмкін, яғни иммиграционный виза. Енді былай істейік, міне қазір Google-ға DV Lottery 2025 деп жазсаңыздар, мынандай бет шығады. Бұл жерде міндетті түрде мынандай әртүрлі ұқсас адамдар жасап қойған, мысалы сайттар бар. Оларды баспаңыздар, оларға кірмеңіздер, олар ақша алады. Сіз кіретін сайт мынау тегін. Яғни бұл елдерге ақша беріп не істейсіздер, бұны толтыртып, қалталарыңыз ақша жұмсап, яғни қаржы. Бұны тегін. Мен көрдім, 5 мың, 10 мың, $100 деп әркім әртүрлі айтып жатыр осыны толтырып бергенге. Бірақ бұл ары кетсе 10-15 минут уақытыңызды алады және өтеді. Бұл тегін. Сондықтан өзіңіз толтырғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Енді бұны толтыру үшін бізге осы сайтқа кіру керек. Көрдіңіздер ме? Міндетті түрде dvprogram.state.gov, яғни мына state.gov деген бұл мемлекеттік сайт, сондықтан міндетті түрде осы state.gov-қа кіріңіздер. Басқаға кіруге болмайды, яғни no government деген сөз мемлекет. Басамыз. Міне, мынандай бет ашылады. Яғни welcome дейді, міне қош келген. Мынау инструкциясы қалай толтыратыны, мына жақтағы суреттің мысалдары, яғни for examples. Содан кейін мынау begin entry дейді, бізге мынау check status бұл, енді былтырғыны тексеру үшін бізге мынау керек, міне begin entry деген басуымыз керек. Бірақ оған дейін суретке қандай міндеттемелер бар. Осы сурет туралы міндеттемелерді бір тексерсек болады. Яғни оны ашатын болсақ, сурет туралы міне мына жерде жарайды, осылай былай ашайыншы мен, міне сурет туралы, мынаны жауып тастайын. Міне сурет түрі қандай болу керек.
міне мына сурет дұрыс дейді. Себебі бұл анық, артында көлеңке бар. Сіздер суретке түскен кезде суретті өңдеуге болмайды. Суретке түсірген адамға айтыңыздар, бұл суретті өңдеуге, өзгертуге болмайды. Оны компьютер біліп қояды өзгерткеніңізді. Тек осындай әдемі қылып ақ бэкграундта, яғни арты ақ қылып түсіресіздер. Көлеңке қатты болмауы керек. Мысалы, мына адамдікін дұрыс емес дейді. Неге? Өйткені қараңғы, жарық жоқ. Мына адамдікі де дұрыс емес дейді. Неге? Мына камераны кішкене өзгерту керек дейді, камераны ағарту керек, мына жақта міне лайтнинг дейді, яғни жарық проблемасы бар дейді мынада. Мына қыздікі дұрыс дейді, ешқандай көлеңке де жоқ, әдемі түсірген дейді, осы сурет болады дейді. Мына жігіттікі де болмайды дейді, себебі бұның бетте көлеңке бар дейді, міне көрдіңіз ба, мұрнының айналасында, артында да көлеңке бар. Яғни бізде суретке түсетін жерде барып мына көлеңкені қолмен алып тастап жүрмесін фотошоппен. Олай болмайды, фотошоппен тесуге болмайды. Фотоаппараттан қалай шықты, тек қана соны кесіп, жаңағыдай электронный қылып алу керек. Яғни ешқандай манипуляция, өзгерту жасауға болмайды. Жасаған әрбір өзгертуді ол жаңағы фильтр машина біледі, сіздің кейсіңізді лақтырып жібереді. Яғни грин картаны 100% ала алмай қаласыздар. Сурет үшін көп неден өтпей қалады, фильтрден. Сурет өте маңызды. Сурет арнайы түсіретін жерге барып түсіріңіздер. Болмаса телефонмен де түсуге болады. Телефонмен түсіп грин картаны ұтып алған адамдарды да білемін. Яғни сурет телефонмен түсесіздер да, ол суретті компьютерге лақтырып, содан кейін мына жақта тул дейді, мынандай нәрсе бар. Бұл өзінің міне стейткрафттың тулы. Мына жақтан суретті аласыздар да, мысалы қандай суретті әкелгілеріңіз келеді. Мысалы мына жерде бір сурет бар. Мына сурет әдемі дейді. Жарайды. Қысқасы міне 600-де 600 болу керек сурет. Бұл суретті туралы оқысаңыздар болады. Бұл енді қиын емес. Мен бұл сурет үшін уақытымды алмай ақ қояйын. Бірақ айтайын дегенім, мысалы келген суретті осы тулға салып, яғни мына тулға тексеріп алсаңыздар болады. Егер осыдан мынандай жасыл болып жанса, онда суретіңіз жарамды деген сөз. Жарамсыз болса, онда ол суретті кішкене өзгертуге тура келеді. Міне мысалдар қалай түскені. Яғни бұл сурет үшін уақытты алмайық, кеттік. Енді сол begin entry, яғни толтыруды бастаймыз. Бұны бастайтын кезде мынандай не шығады, бұл міндетті түрде, яғни бұл бот кіріп жатқан жоқ па, яғни бұл адам ба деп, сол бот емес, яғни адам екеніңізді тексеру үшін ғана мына сандарды, мына әріпті санды тексеріп, қайта теріп шығасыз. Submit дейсіз, болды. Міне басталды. Яғни міне форма. Бұл expires дейді, яғни 25 жылға дейін жарамды. Ары қарай кеттік, аты жөнімізді теріп бастаймыз. Middle name жоқ, male дейік. Мынау сіздер ер адам ба, әйел адам ба деген сөз. Мынау last name, бұл фамилиясы Өркен. First name, бұл аты. Мына жерде атыңыз жазасыз, мына жерге фамилияңыз жазасыз. Middle name деген бізде жоқ, қазақтарда болмайды ондай. Енді male ер адам, әйел адам ба? Мен ер адамды қояйын. Мында туған күніңіз, birth date, яғни ай, бірінші бұл жақта ай жазылады, month деген. Мысалы, егер сіздің туған күніңіз мысалы қазан айы болса, 10 деп қоямыз. Мысалы, мен 10 деп қояйын. Но day деген күн. Білмеймін, 14 дейін. Жыл, қай жылғысыз? 83. Мысалы, менде алдында 83 деп жазған екен, 83 деп тұр енді. Сақталып қалған ғой. Мынау қайда туылдыңыз дейді. Мында туылған, бірақ бұл айтады, мемлекет нені ештеңкені жазба дейді, тек сол туған қаланы ғана жаз дейді. Мысалы мен жазайын, Алматы дейін. Қай мемлекетте туылдыңыз? Мына жақтан тізімнен Қазақстан табамыз. Міне кейде бассаңыз болды, Қазақстан деген өзі шығады. Міне мынау country деген қай мемлекетте тудыңыз, мынау қай қала. Егер мысалы сіз Алматы облысы Есікте тусаңыз, немесе Талғарда тусаңыз, соны жазасыз. Туған жеріңіз басқа жер болса, басқа жақтан клейм жазсаңыз дейді. Мен енді бұған тоқталмай қояйын. Көбіміз Қазақстан туылғанбыз ғой енді. Мұнда сурет дейді. Сурет. Мен мына жақта бір сурет сақтап қойғам. Міне бұл Google'дан ала салдым бұл суретті. Енді mailing address дейді. Мұнда сіздің адресіңіз, біздің фамилиямыз. Өркен Алматы дей салайыншы, жарайды. Өркен Алматы, адрес, мысалы, енді өз Алматы
145 мысалы көше Торайғыров дейік. Мысалы 145 Торайғыров деген Торайғыров көшесі деген сөз. Алматы. Өз адрестеріңізді жазасыздар. Алматының зип коды білмеймін, 050001 дей салайын. Мен бұны ойдан жазып отырмын, білмеймін. Мысалы дистрикт каунти дегенде, мысалы Алматы Торайғыров көшесі, ол Бостандық. Мысалы Бостандық ауданында да Бостандық мысалы ауданы деп жазып қойдым міне. Өйткені бұл Бостандық ауданында. Мен Бостандық дұрыс қазір былай жазылатын болды ғой, білмеймін. Мен қате жазуым мүмкін. Өздеріңіз дұрыстап жазып аларсыздар. Мемлекет әрине Қазақстан. Кеттік. Енді қазір қайда тұрасың дейді. Мен мысалы толтырып жатсам, мен мына жақтан Американы жазамын. Өйткені мен қазір Америкада тұрамын. Ал енді сіздер мысалы Қазақстанда тұрғандықтан Қазақстан жазасыздар. Бірақ мен қазір сабмит жасасам, Қазақстаннан бір орын алып кете ма, білмеймін. Бұның несін, сондықтан мен Қазақстанда жазбайын. Болгарияны жаза берейінші. Қазақстанға кесірім тимесін. Бұны жіберсем, қазір Қазақстаннан бір адамды бір орынды алып кетпейін. Мемлекетпен бөлінген квота болуы мүмкін. Мен білмеймін, қателесуім мүмкін, бірақ қысқасы Қазақстан жазбай ақ қояйын. Өйткені Қазақстан не болса да Болгариядан бір орын кете берсін. Өйткені мен қазір сабмит жасаймын. Сабмит дегенім кәдімгі системаға жіберемін сіздермен бірге. Сіздер көрсін деп отырмын. Қазір қайда тұрасың дейді. Қазір мен қай жақта тұрамын? Қазір Анголада тұрайын. Мұнда телефон номеріңіз дейді. Яғни телефон номеріңізді жазамыз. Мысалы 777, білмеймін, 456 48 80, білмеймін. Қысқасы номеріңіз. Өзім ойдан келген номер теріп отырмын. Мұнда электронды адресіңіз дейді. Мына электронды адресті мен бағана бір ойдан жазғам, соны Google'дан сақтап алған ғой, өтірік адрес. Мұнда email адрес деген электронды адрес, айтпай кеттім ба? Мұнда қазіргі тұратын қала, мемлекет, қайда қазір тұрасыз, мынау телефон номеріңіз. Мынау postal zip код деген индекс, мынау жаңа тұратын мемлекетіңіз, қаласы және көше. Бұның бәрін жазып болдық. Енді мына жерде бүйтеді. Сіздің ең жоғары біліміңіз қандай? Мысалы бізде Қазақстанда қандай? Мысалы high school деген, бұлар 12 жылдық болғаннан кейін, 11 жылдық, бұларда 12 жылдық, Америкада сол үшін high school деп айтады. Егер дипломыңыз жоқ болса, жоғары білім, онда осыны қойыңыз, мысалы high school'ды. Егер сізде университет бітірген болсаңыз, мысалы бакалавр, мына дегрия қойыңыз университетте. Егер мастерс деген, егер сізде магистратура болса, егер докторантура бітірсеңіз, мынаны қойсаңыз болады. Егер сіз мысалы бір колледж бітірген болсаңыз, немесе басқа енді кәсіптік техникалық училище сондай бітірген болсаңыз, мен нақты білмеймін, бірақ мына vocational schoolға қойсаңыз болатын шығар деп ойлаймын. Болмаса, сам университет, осы университет курстарын біразын алғам деңіз, өйткені колледжде курс алдым ғой, сіз қысқасы сол өзіңіз қайсына сәйкес деп ойлайсыз, соған тапсырасыз, соған қойып шығасыз. Мен енді мына жерде мысалы магистратураға қоя салайын. Бәрібір, бұл енді өтірік адам ғой. Мына жақта сіздің үйленген статусыңыз қандай дейді. Мынау үйленбегем деген сөз, бойдақпын. Мен үйленгем, бірақ әйелім Америка азаматы емес. Мен үйленгенмін, әйелім Америка азаматы. Мынау ажырасқанмын. Мынау жаңағы күйеуім немесе әйелім қайтыс болып кеткен, яғни жалғызбын. Немесе legally separated деген, бұл әлі ажырасып болмағанбыз, бірақ процесте деген сөз, қысқасы. Мен енді мына unmarried болса, бұл жаңа оңайлау, тек өзіңізге тапсырасыз. Мен мынаған қояйын. Әйелім Америка азаматы емес дегенге. Бұл сәл кішкене қосымша нелер бар. Әйелің туралы ақпарат сұрайды, сол үшін мен осыған қойғым келіп тұр. Енді мына жақта балаларыңыздың саны дейді. Мен бір бала деп қоя салайын, тезірек болу үшін. Мұнда қанша балаңыз бар, сонша қоясыз. Содан кейін әр балаға жеке-жеке не тапсырып шығасыз, осындай анкета толтырасыз. Мынау сол үшін жасалынған дүние. Мынау туралы айттым, барлығын айттым, кеттік. Келесіне, міне, мында айтады, әйеліңнің фамилия деген сөз. Фамилия, енді қазақта кім көп? Омарова көп қой.
Омарова деп қояйыншы, қазақтың фамилиясы болсын. Омарова емес, Омар қызы деген, неге ова боламыз? Ова дегеннен құтылу керек қой тезірек. Омар қызы болсын, аты әсел болсын, иә. Оның да middle name деген, орта ат деген сөз. Анау middle name деген өзі Америкада көп танылады. Балаға туылған кезде екі ат қояды. Маңызды емес, қысқасы бізде қазақтарда ол жалпы жоқ. Әйелдің туған айы, month деген айы. Мен жазайын 8-ші ай деп қояйын. Күні 23-ші дейін, туған жылы 1988 жылғы деп қояйын. Әйелім female, иә, міне әйел болады. Содан кейін әйеліңіздің туған жері дейді. Қала дейді. Енді Алматы дейін, оңай маған сол. Әйеліңіз қай қалада дүниеге келді дейді. Әйеліңіз қай қалада дүниеге келді? Мен жазайын, тағы да Қазақстан жазғым келмей тұр. Албания дей салайын. Өйткені Қазақстан жазғым келмей тұр. Сурет сұрап тұр, әйелімнің суретін. Бірдей суретті қайта тапсырдым. Мұнда айтады баланың фамилиясы. Оның фамилиясы баламның фамилиясы да Өркен болсын. Баламның аты Самат болсын. Middle name жоқ болсын. Туған айы 2-ші ай, яғни февраль айын жаза салайын. 14-і дейін. Бұның бәрі өтірік сандар. 2020 деп қояйын. Ұл болсын. Туған қаласы ол тағы да Алматы болсын. Мемлекеті Албания болсын, туған жері. Сурет, біздің баяғы суретіміз бар. Кеттік. Міне, енді айтады, тексеріп шық дейді. Өркен бала, қысқасы, ер адам 83-ші жылғы мынандай. Қысқасы, бағанағы ақпараттың бәрін жаздық. Адамның атын ағылшынша жазылған кезде паспорттарыңыздан жазыңыздар. Егер паспорт жоқ болса, онда сіздердің жеке куәліктеріңіз бар ғой, удостоверение. Соның арт жағында аттарыңыз, фамилияларыңыз ағылшынша жазылған. Соған қарап жазыңыздар. Егер балаларыңыздан ағылшынша аты, енді олардың паспорты жоқ болғандықтан қалай жазылатынын білмесеңіздер, мүмкіндік болса, балаларыңызға паспорт ала салыңыздар, барып. Сонынан паспорт алсаңыздар, оқта ағылшынша жазылып тұрады, мынандай латын алфавитімен. Соны пайдалансаңыздар дұрыс болады. Қазір сіздер ойдан жазсаңыздар, ертең паспорт алғанда ол нәрсе басқа болып жазылса, мысалы, Өркен деп былай жазған кезде, ол паспорт алған кезде Өркен емес, уаймен Өркен деп жазып жіберсе, олар сізде айырмашылық болғандықтан виза алатын кезде кішкене сұрақ болуы мүмкін, проблема болуы мүмкін. Сондықтан мүмкіндік болса, паспорт алғандарыңыз дұрыс болады. Паспорт ал деп жатқан себептері сол. Енді міне, сабмит дейміз, бітті. Міне, success деген жазу шығу керек. Сіздерге ең керегі, міне, TV25 received, яғни қабылданды деген сөз. Осындай жасыл success деген жазу шықса болды. Яғни сіздер тапсыра алдыңыздар. Енді бұны жауып жібермеңіздер. Өте маңызды. Ол сіздің confirmation number деген мынаны сақтап алыңыздар. Осы бетті суретке түсіріңіздер, мынандай print дегенді басып, принтермен шығарып алыңыздар. Қысқасы, әйтеуір осы бетті қысқасы жоғалтып алмаңыздар. Бұл бетті жоғалтып алсаңыздар, ертең лотерея ұттым ба, ұтпадым ба дегенде тексере алмай қаласыздар. Мысалы, мына номер болған кезде, келесі жылы осы номер арқылы біз тексеретін уақытында кіріп тексереміз. Ол мамыр айында. Келесі жылы мамыр айында осы номер керек болады. Мына confirmation number деген. Бұны жоғалтпаңыздар. Мынау сіздің жаңағы аты жөніңіз. Мынау енді қабылданды деген не ғой, дәлел, яғни proof. Жалпы бұл грин картаның тексеру уақыты міне жазылып тұр. Келесі мамыр айының 4-і 2024 жылдан жаңағы септембер дейді, бұл қыркүйек айының 30-на дейін белгілі болады дейді. Сондықтан сіздер қысқасы келесі жылы мамыр айында тексересіздер. Сол үшін жаңағы confirmation номер керек. Міне тексеретін кезде келесі жылы жаңағы номер бар ғой, мен оны жоғалтып алдым, өйткені ол маған керек емес. Сол номерді бүйтіп тересіздер. Осы жерге
мысалы менің фамилиям Рысбек. ә, Қысқасы осылай терістер келесі жылы. Бұл келесі жылы керек сіздерге. ә, Міне мына номер керек сол келесі жылы, бірақ қазір емес. Сондықтан мына номерді жоғалта алмай сақтаңыздар. Қағаз шығарыңыздар, суретке түсіріңіздер. Қысқасы қайталап айтамын, қанша үшінші рет айтып жатырмын ба, тағы да айтамын, мына бетті міндетті түрде сақтаңыздар. Сонымен лотереяға тапсыру деген осы бітті. Сонда сіздерге не қажет? Сіздерге қажеті тек қана фамилияларыңыз бен аттарыңыз, суреттеріңіз. Сурет болса, бұл шаруа бітті деген сөз. Ешкімге ақша төлеудің қажеті жоқ. Туған туыстарыңызға осындай көмектесіп жіберсеңіздер болады. Егер осындай алғыларыңыз келсе, бұл грин карта деген өте Америкаға келіп жүрген адамдар үшін өте маңызды. Бұны алу үшін адамдар мұнда көптеген жылдар күтеді, ақша төлейді, алу өте қиын. Ал бізде мүмкіндік бар. Қазір Қазақстанда жүріп осыны тапсырып ала салуға. Бұлай тапсыру өтірік деп ойламаңыздар, себебі осындай грин картамен келген адамдардың саны көп. Менің осы биылғы жылы қарындасым келді, яғни әпкемнің қызы, жиен, осылай ұтып алды, бірінші жыл қатысты. Одан бір 2-3 жыл бұрын тағы да бір жиен қарындасым, ол да осылай грин картаны ұтып келді. Айтпақшы болғаным, бұл мүмкін, ешқандай өтірік жоқ. Ең негізгісі сіздердің суреттеріңіз дұрыс болу керек, және аттарды дұрыс жазсаңыздар. Өйткені аттан қате жіберсеңіздер, мысалы өркеннің арды ұмытып өкен деп жазып жіберсеңіз, ертең грин картаны ұтып алған жағдайда сізді интервьюге шақырады. Сол кезде паспортыңызды сұрайды. Паспортыңызда өкен деп тұрса, сізде өркен болсаңыз сұрақтар туады. Сіз ол кезде қате кеткенін дәлелдеуіңіз керек. Егер офицер сізге сенбесе, онда алады да сізге виза бермейді. Байқаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийға жазыңыздар. Мен сол жерде дереу жауап беруге тырысамын. Енді сіздерге сәттілік тілеймін. Бұл үлкен жұмыс қой енді. Осы жолдарыңыз болып ашылып кетсін деп тілеймін алладан. Ең негізгісі, қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман есен болыңыздар.